Қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Назерке. Алдымен каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге 5 литрлік баклажкаге қиярды қалай сақтауға болатынын айтатын боламын. Дәл видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қиярды жақсылап мұздай суға толтырып 2 сағатқа қойып қойыңыздар. Сосын биік шетін алып тастаңыздар. Негізі кейбір рецептер бойынша бүтіндей қосады. Бірақ маған ұнамайды, сол себепті 2 шетін толықтай мен алып тастаймын. Сосын 5 литрлік баклажкаларыңыз жақсылап жуылған, ешқандай иіс, дәм болмауы керек. Жақсылап жуып аласыздар да, одан кейін барып кезекпен сала бересіздер. Бұл жерде қатып қалған ереже жоқ, ананы сал, мынаны сал деген. Мен алдымен хренді, сарымсақты, сосын бадыренді, тәтті бұрышты қостым. Тәтті бұрышты жақсылап жуып, 2 бөлікке, 4 бөлікке бөліп қоссаңыздар да болады, майдалап. Енді өзіңіздің жегеніңізге байланысты. Огурцыды да майдалап қосуға болады, бірақ бүтін огурцы сияқты қытырлақ болғанын қаласаңыз, бүтіндей қоссаңыз да болады. Осылардың барлығын рет-ретімен саласыздар. Сосын ащы бұрыштың 3 штугын қостым. Одан кейін жақсылап нығыздап тұрып қосасыздар ғой. Сарымсақ қосасыздар, барлығын видеоның описаниясына қалдырып қоям. Сосын астына салқын су, ыдысқа салқын су құйып, үстінен қайнап тұрған ыстық су құямыз. Негізі, қыздар, қайнап тұрған ыстық су емес, мұздай су құюға да болады. Егер пластмасса ыдысқа жаңағыдай ыстық су құйса бөліне зиян дейтін болсаңыздар, мұздай су құйсаңыздар да болады. Сосын барып лавр жапырағын қосасыздар, және қара бұрыштың 15-20 штук қосасыздар. Сосын дәміне қарай тұзын, қантын қосасыздар. Яғни 5 литрлік баклажкаге 5 ас қасық тұз, 3 ас қасық қант қостым. Осының барлығын жақсылап араластырып, ең соңында қосасыздар да, үстінен қайнап тұрған ыстық су тағы да құясыздар. Бір мәрте жасаған кездегісін төгіп тастайсыздар. Екінші мәрте жасаған кезде тұз қантты қосқаннан кейін уксусты қосасыздар. Сосын мұздай суға құйып, ыстық су құясыздар. Бұл рецепт мені былтыр жаптым. Негізі ауылдан көбісі ыстық сумен де, мұздай сумен де жаба береді. Мұздай сумен жапсаңыздар да болады, қыздар. Қатып қалған тас ереже жоқ. Сосын ішіндегі су мұздағанша салқын суға салып қоясыздар. Егер ыстық сумен жабатын болсаңыздар, қақпағын нығыздап қатты жауып, қысқа сақтасаңыздар болады. Қыста қиярларыңыз қытырлақ, ет асқан кезде жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Енді көбіңіз комментарияға жазасыздар қазір, бұл зиян, пластмасса ыдыс деген сияқты. Мен сіздерге айтам, егер ыстық су сіздерге зиян болып келтірілсе, онда мұздай су құйсаңыздар болады, қыздар. Ешқандай қатып қалған ереже жоқ. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, еңбекті бағалап қойыңыздар.